Алла Тағала барлық жаратылысты 4 сыныпқа айырды дейді. Қанша? 4. Сол 4 сыныптың өзін ішінен, бірінші, 4 сыныптар: періштелер, адамдар, жындар, шайтандар. Енді сол 4 сыныптың өзін 10 сыныпқа айырды дейді. 10 сыныпқа, мұқият тыңдап отырсыздар. Оның 9-ын періштелер құрайды дейді. Қалған бір бөлігін адамдар, жындар, шайтандар құрайды дейді. Кім көптір, кім көп болып тұр? Періштелер. Өйткені бір тамшы періштені, бір тамшы жаңбырды, бір тамшы қарды бір періште алып келеді. Күн сайын мынау Қағбада 70 мың періште, бағана айттым, сіздердің дұғаларыңызға әмин деу үшін күніне 70 мың періште жаратылады екен. Сол бір рет жаратылып, сіздің дұғаңызға әмин деу үшін жаратылады, одан кейін оған кезек келмей қалады. Періштенің санының көптігін ойлай беріңіздер. Енді сол адамдар, жындар, шайтандардың өзін 10 сыныпқа айырды дейді. Қанша? 10. Соның 9-ын жындар, шайтандар құрайды, бірін кімдер құрайды дейді? Адамдар құрайды дейді. Адамдардан кімдер кім көп болып тұр? Қай топ? Жындар көп болып тұр, иә? Жаңа айттық, періштелер, олар 10-ға айырдық, оның 9-ын періштелер, біреуін жындар, шайтан, адамдар құрайды. Енді сол бір топтың өзін Алла Тағала 10 сыныпқа айырып жатыр, сол 10 сыныптың 9-ын жындар құрайды. Қалған бір тобын адамдар құрайды екен. Кімдер көп болып тұр? Жындар. Өйткені жер бетінде адамдар қанша миллиардпыз қазір? 8 миллиард болсақ, жындар енді шамамен адамдардан 10 есе көп дейді. 100 миллиардтан көп дейді. Өйткені Құранда жындар адамдардан алғаш өмір сүрген. Дұрыс па? Адам жаратылмай тұрып жындар өмір сүрген. Олар бізден көп дейді. Енді адамдардың өзін Алла Тағала 125 топқа бөлген екен. 125 топқа бөлген. Оның 100 тобын дейді. 100 тобын Яжуш пен Мажуш деген адамдар құрайды дейді. Білеміз ба Яжуш пен Мажуштерді? Кімдер бұлар? Қияметте шығатын қауымдар. Бұлар да адамдар, біз сияқты адам атаның ұрпағынан болған қауымдар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ертең қияметтің күнінде дейді, мынау 1000 адамнан 999 адам тозаққа кіреді, бір адам ғана жәннатқа кіреді дейді. Сонда сахабалар сұрайды, я Расулалла, сонда бізге деген үміт қайда дейді. 999 адам тозаққа кір, бір-ақ адам жәннатқа кірсе, бізде үміт кетіп қалды ғой десе, сонда айтады, 999 бұлар Яжуш пен Мажуштер дейді. Өте көп қауымдар. Олардың көптігін айтады, мынау Галилей деген, Табарияне деген бір көл бар. Сол көлдің ұзындығы 34 километр. Есептеңіздер, 34 километр ұзындығы. Ені 4 километр. Сол қауым шыққан кезде, әр қайсы өткен кезде сол көлден ішіп өтіп кете береді екен, сол көлді сіміріп бітіреді дейді. Ең соңғы адамдар сол көлдің жанынан өтіп бара жатып, мына жерде бір замандары көл болған сияқты деп айтады дейді. Яғни көптігін елестете алдыңыздар ма? Бір көлді сіміріп ішіп қоятындай сонша көп дейді. Яғни сіз бен бізді сол Яжуш пен Мажуштердің қатарында Алла бізді жаратқан жоқ. Қалған 100 топты кім құрайды дедік? Яжуш пен Мажуш құрайды. Енді қанша топ қалды? 25 топ қалды дейді. Енді сол 25 топтың 12-сін румдар құрайды дейді. Византия империясы. Қазіргі аттармен атасақ ол ұзақ болып кетеді, жаңағы Грекия, Болгария, Румия, Сербия деген қазіргі елдер. Екінші румдар, Хазар қағанаты 7 мен 10 ғасырда өмір сүрген. Одан кейін татарлар, славян халықтары, барша славян халықтары, осылардың барлығы сол топтың 12-сін құрайды дейді. Қалған 6-ы бұл батыстағылар. Бұрынғы батыстағылар, бұлар Умян деген халық болған. Жаңадай олар жалаңаш жүретін халық дейді. Бұл жаңадай экваторлық Африкадағы ежелгі тайпалар. Ол жерде күн ыстық болғанда адамдар киімсіз жалаңаш жүрген, сондай Африкадағы болған халықтар. Одан кейін зәңгілер дейді. Зәңгілер бұлар
Шығыс Африка халықтарын. Шығыс Африка халықтары, үшіншісі Хабаштар, Эфиопия және Эритрия. Алтауын осы тайпалар құрайды дейді. Қалған алтауын түріктер. Қазіргі түркі халықтары, барша түрік халықтары. Біздер де оның ішіне кіреміз. Екіншісі қағандық билік, қағандық халықтар, қағандық билік құрған тайпалар. Яғни көне ұйғыр, түргеш, көне түріктер, қарлұқ сияқтылар. Кейін оғыздар, татарлар, халанштар. Яғни халанштар деген Иран тайпаларының, бұрынғы Иран тайпалары. Қалған алтауын осы тайпалар, осы қауымдар құрайды дейді. Жаңа 25 бөлімнің ішіндегі тайпалар осылар құрайды дейді. Ал енді сол жаңағы 125 адам баласын қанша топқа бөлді? Сол 125 топтың ішіндегі бір топ қана халық мұсылман дейді. Ойласаң, 125 топтың ішінен бірақ халық мұсылман дейді. Сол бірақ топ мұсылман дейді. Сол бір топ мұсылманның өзін Алла тағала 73 топқа бөліп қойған дейді. Оның 72-сі адасқандар, тозаққа кіретіндер дейді. Бірі ғана Құран мен сүннетпен жүретіндер дейді. Көрдіңіздер ме? Яғни Алла тағала сіздер мен біздерді сол 125 топ, оның 129-ы және ол бірдің ішіндегі пәленбай 72 тобы тозаққа кетіп, біреуін ғана Алла тағала құтқарып, Құран мен сүннетпен жүретін құлдардың ішінен сіздер мен біздер таңдап қойды ма? Таңдап қойды. Біз соған шүкір етуіміз керек па? Ал енді одан бөлек жаңағы 73 топқа мұсылман қылып жаратты, я? Сол 73 топтың 72-і кетті. Бір топ қана Алланың жаңағыдай тура жолында жүретін топ, тура жолында жүретін мұсылмандар етті. Сол тура жолда жүретін мұсылмандар, қаншама миллиондаған мұсылмандардың ішінен сіз бен біздерді сүзіп, теріп, өзінің үйіне қонақ қылып жатыр. Біз соған шүкір етуіміз керек па? Шүкірдің патологын біз жасауымыз керек.